Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге өзім үнемі қолданылатын, балаларыма беретін табиғи йогурттың қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл йогуртты дайындағаннан кейін дүкеннен ешқандай йогурт сатып алмайтын боласыздар. Жасалу жолы өте оңай, бар болғаны 3 заттан дайындалады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өздеріңіз ұнататын кефир керек болады. Егерде йогурттарыңыз қызыл түсті болуын қаласаңыздар, осындай малина немесе құлпынай қоссаңыздар болады. Және чия дәнін қосамыз. Өзімізге осындай ыңғайлы бір ыдысқа құямыз. Мен қазір жарты литр айран құйдым. Және 2 ас қасық толтырып малина салатын боламыз. Және дәміне қарай аздап бал қосамыз. Егер тәтті болсын десеңіздер, азғандай бал қоссаңыздар болады. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Блендермен немесе қасықпен де араластырсаңыздар болады. 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Біздің айранымыз жақсылап араласты. Енді осының үстіне 2 ас қасық толтырып чия дәнін саламыз. Чия дәні түйір болып тұрғанын қаласаңыздар, блендермен өткізбей дәл осындай қасықпен араластырып қойсаңыздар да болады. Чия дәнін жақсылап араластырамыз, ешқандай түйіршік қалдырмай. Чия дәнін білесіздер, біздің ағзамызға өте пайдалы, әсіресе омегаға өте бай. Сондықтан да балаларыңызға жиі берсеңіздер болады. Жақсылап араластырдық, енді бетін жауып, бір 30 минутқа алып қоямыз. Бұл йогуртты түнде жасап, таңертеңде жесеңіздер болады. 30 минуттан кейін дәл осындай қоюланады біздің йогуртымыз. Өте дәмді, табиғи біздің йогуртымыз дайын болды. Балаларыңызға осындай ыдыстарға құйып берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достарыңызбен, жақындарыңызбен дәл осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің йогуртымыз тұрған сайын қоюлана береді. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар, міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.